Сәлем достар, бүгін сіздермен үлпілдеп тұрған өте жұмсақ дәмді оладьи рецептімен бөлісетін боламын. Мен парақшама тіркеліп отырыңыздар, лайк басып, комментарий жазып отыруыңызды сұраймын. Маған сіздің әр пікіріңіз маңызды. Құрамына қажетті тағамдардың бәрін төменде описаниедан таба аласыз. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарамыз. Содан соң үстінен қант қосатын боламыз. Қант пен жұмыртқаны біріктіреміз. Шанышқымен немесе венчикпен жақсылап араластырамыз. Қантымыз кішкене еруі қажет. Жұмыртқа мен қантымызды араластырып алғаннан соң үстінен шым-шым тұз қосатын боламыз. Ендігі кезекте айран қосатын боламыз. Тоңазытқышыңызда ашып кеткен айран болып жатырса, міндетті түрде оладьи пісіруіңізге кеңес беремін. Келесі сұйық массамыздың үстіне сода қосатын боламыз және де ванилин қосамыз. Соданы қосқаннан кейін 1-2 минут қоя тұрамыз, бетінде осындай көбіршіктер пайда болады. Сұйық массамызға ұнымызды қосамыз. Ұнды біртіндеп 1-2 бөлікке бөліп қосқан дұрыс. Консистенциясы қаймақ секілді болуы қажет. Қатты қою қылдырмаңыздар. Бұл жерде ұнның екінші бөлігін салып жатырмын. Жалпы 300 грамм ұнды пайдаланамыз. Қоюлығы шамамен осындай болуы қажет. Қою қолдың қаймағы секілді. Қамырымыз дайын болды. Тек қана 5-10 минутқа кішкене бетін жауып қоя тұрамыз. Келесі газымызға сұйық майымызды қыздыра береміз. Демалған қамырымызды енді ештеңемен араластырмаймыз. Тап осылай қызып тұрған майда екі жағын қуыратын боламыз. Мінекей ең дәмді үлпілдеген таңғы асқа арналған оладьиларымыз дайын болды. Оладьиларымыз қатты, тәтті емес, сондықтан бетіне варенье жағуыңызға болады, немесе қант себуіңізге болады, тіпті сахарный пудраны да сеуіп әсемдеуіңізге болады. Достар, менің парақшама тіркеліп отырыңыздар. Алдағы уақытта қызықты видеоларды тағы да көретін боласыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып қолдап кетуіңізді сұраймын. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.